Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай мини чебуреки, өте дәмді, керемет болып шығатын мини чебурекидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен біз жылы қайнаған суымызды құйып, үстінен тұзымызды салып, тұзымыз әбден ерігенше араластыратын боламыз. Артынан сұйық майымызды құйып, оны да тағы бір қабат араластырып жібереміз. Артынан міндетті түрде електен өткізген ұнымызды салып, орташа қалыңдықта қамыр илейтін боламыз. Қамыр бірікпейді деп қорықпаңыздар. Толық рецепт видеоның астындағы описанияда тұрады. Асықпай сол жерден көріп аласыздар. Қамырымыздың үстіне артық су немесе артық ұн салып жібермеңіздер. Үстінен баса берсек, міне осындай жұмсақ қамыр шығатын болады. Тағы да бірнеше қабат үстінен басып, қамырымызды тегіс біркелкі болғаннан кейін міне осындай салафанымызға салып, салафанға салғаннан кейін тағы да қамырымызды 2-3 қабат иіні қанғанша басып қоятын боласыздар. Енді біз чебурекиміздің ортасына салмасын дайындайтын боламыз. Ұсақтап турап алған пиязды табамызға қып-қызыл қылып қуырып аламыз да бір шетке қоя тұрамыз. Табамызға фаршымызды қуырып, егер де сіздерде майлы фарш болса, майсыз қуырасыздар. Майсыз фарш болса, онда кішкене май құйып қуырсаңыздар болады. Фарштың суы қарылғаннан кейін алдын ала қуырып алған пиязымызды салып, жақсылап араластырып, кішкене қуырған соң дәміне қарай тұзын, дәміне қарай бұрышын салып, басқа да өздеріңіздің ұнататын дәмдеуіштеріңіз болса, оны да салып демдесеңіздер болады. Міне осылай фаршымыз қуырылып болғаннан кейін үстіне 100 мл су құйып, қақпағын жауып пісіруге қоямыз. Біраз су қарылғаннан кейін фаршымыз осылай жұмсақ болып қуырылып шығады. Енді осы табамызды оттан түсіріп, фаршымыз әбден суығанша қойып қоямыз. Суығаннан кейін барып, чебурекилерімізді дайындай береміз. Қамырымыз 2-3 қабат басқан қамыр осылай жұмсақ әрі тегіс болып шығу керек. Қамырымызды енді әр бөліктерге көз мөлшермен кесіп алатын боламыз доңғалақтап. Қамырымызды осылай бөліктерге бөліп алғаннан кейін тағы да осылай доңғалақтап салафанға салып отыратын боламыз. Қамыр кеуіп қалмас үшін. Енді чебурекилерімізді дайындай береміз. Қамырымызды шетінен бір-бірден ғана салафаннан шығарып, жұп-жұқа қылып, қамырымызды қағаздай жұқа қылып жаятын боламыз. Қамырымызға ешқандайдан ұн сеппейміз. Ұн сепіп жайып жүрмеңіздер, онда жабыспай қалатын болады. Ешқандайда ұн сеппей, осылай жұп-жұқа қылып қамырымызды жаятын боламыз. Осылай жұқа қылып жайып алғаннан кейін ортасына салмасын саламыз. Бір ас қасықпен толтыра фаршты саламыз да, видеода көріп тұрғандай түйетін боламыз. Фарш ешқайда шашырап кетпеу керек, тек қана бір жерге ғана орналастырып салатын боламыз. Міне осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымызбен жақсылап басып, арнайы өрнекті қамыр кескішпенен кесеміз. Кесілген қамырымызды қайтадан салафанға салып қойыңыздар.
кеуіп қалмас үшін қайтадан пайдалана береміз. Міне осылай чебурекімізді кесіп алғаннан кейін қолымызбенен бір қабат осылай басып жіберіңіздер. Қаттырақ майға түскенде ашылып кетпес үшін. Міне осылай барлық чебурекелерімізді жасап дайындап алғаннан кейін табамызда ысып тұрған майымызға шетінен чебурекелерімізді салып, екі жағын қып-қызыл қылып қуырып алатын боламыз. Міне құрметті көрермендер, осындай чебурекелеріміз дайын, өте дәмді, керемет мини чебурекелер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрі осындай чебурекелерді кейбір мастер-класстарда ақылы түрде сатып жатыр. Ал сіздерге мен тегін көрсетіп жатырмын. Тегін лайктарыңызды аямай басып, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видео рецепте кездескенше сау саламатта болайық.